Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмдәрі ерекше қытырлақ болып шығатын баклажаннан тещин язык деп аталатын дәмді тіске басарды бірге жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен баклажанды жақсылап жуып, осындай көлемде жұқа етіп, сопақша етіп турап аламыз. Осылайша барлығын турап болған соң бізге керекті заттар жұмыртқа, панировочный сухари, ұн және жаңағы туралған баклажан. Ендігі кезекте біз жұмыртқамызды жақсылап араластырып үстіне сәл тұз қосамыз. Және ең алдымен біздің туралған баклажандарымызды ұнға, кейіннен жұмыртқамызға, жұмыртқадан соң панировочный сухариге батырып аламыз. Тағы да бір көрсетейін. Біздің туралған баклажанымызды бірінші ұнға жақсылап аунатамыз, кейіннен жұмыртқаға, жұмыртқадан соң панировочный сухариге жақсылап аунатып дайындап аламыз. Осылайша біз барлық баклажандарды дайындаймыз. Достар, қазақша контентті қолдау мақсатында каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мендегі панировочный сухаридің түрі осындай. Арнайы дүкеннен сатып алсаңыз болады, немесе үйде қолдан наннан істеп алсаңыздар да болады. Ендігі кезекте табамызға аздаған май құйып, жаңағы біздің дайындаған баклажандарымызды екі жағы қып-қызыл болып қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Баклажандар өте тез піседі. Піскеннен соң майын сорғытып, жақсылап сілкіп, осындай қағаз майлықтың үстіне қоямыз. Сол кезде қатты майлы болмайды. Бұл жерде оттың асты өте қатты болмауы тиіс, яғни орташа деңгейде тұру керек. Ендігі кезекте біздің майонезіміздің үстіне бір ғана дана чесногымызды салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Және оны біздің жаңағы қуырған баклажанның үстіне шай қасықпен бір қасықтан жақсылап жағып, қызанақты осылай ортасына салып, жақсылап орайтын боламыз. Сонда біздің тещин языктеріміз өте дәмдәрі ерекше болып шығады. Осымен біздің рулеттерге ұқсас өте ерекше тіске басарымыз дайын. Назарларыңызға көп рахмет.